Ассалаумағалейкум. Біз қазақтар жылтырақ нәрсеге қатты қызығамыз. Біз жылтырағанның бәрі алтын деп ойлаймыз. Әр істі біз оның бет жағындағы сөздеріне қарап бағалаймыз. Оның ішіне үңіліп, оны терең зерттеп қарамаймыз. Біз көбінесе формалды нәрсеге, символдық, имидждік нәрсеге тым қатты көңіл бөлеміз. Әр мәселенің бетінде жатқан әңгімеге ғана көңіл бөлеміз, бірақ оның түпкі мақсатына, оның негізгі себебіне назар аудармаймыз. Соның кесірінен біз әрқашанда биліктің саяси ойындарына, популистік, көзбояушылық ойындарына алдана береміз. Қайта-қайта алданамыз. Сол алданған сайын біз одан сабақ алмаймыз. Орыстар айтқандай, бір тырманы қайта-қайта баса береміз. Өйткені ешқашан ешбір мәселені біз терең зерттеп қарамаймыз. Ондай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Осы жақында болған референдум. Ол не? Ол қазақты бір формалды, сондай символдық нәрселерді өзгерту арқылы қазақты алдау. Елбасы статусын алып тастау, қалдыру деген сияқты сондай халықтың өміріне ешқандай өзгеріс әкелмейтін бір түкке керегі жоқ реформалар жасап, сонымен халықты алдау. Немесе қазір бәрі интернетте айтып жүрген челлендж, конституциядан орыс тілін алып тастау керек деген. Әрине алып тастау керек, бірақ ол бізге қандай өзгеріс алып келеді? Ол бізге үлкен өзгеріс әкелмейді. Неге? Өйткені мен бұрында айтып жүрдім, қазір де айтамын. Конституция орыс тіліне күш беріп тұрған жоқ. Орыс тіліне басқа заңдар күш беріп тұр. Бірақ қазақтар соны түсінбей жатыр. Неге? Өйткені біз бұл мәселені зерттемейміз. Біз бетінде жатқан сөздерді ғана алып қараймыз да, конституция деген сөз бар ма? Бітті. Бірден соған жабысып аламыз. Неге? Өйткені біз үшін конституция ол ата заң, оның мәртебесі биік, ол заңдардың бәрінен жоғары. Сондықтан автоматты түрде біз ойлаймыз. Егер біз конституцияны өзгертсек, бәрі өзгереді деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде олай емес. Шын мәнінде басқа заңдарға өзгерістер енгізу керек. Бірақ біз оған терең үңіліп қарамаймыз. Конституция деген сөзге жабысып алдық та болды. Соған алданып жүрміз. Немесе мынандай мысал. Қазақ тілін латын әліпбиіне ауыстыру. Мен осының алдында да айттым, бұл популистік саяси ойын. Біз әріп өзгерткеннен тіл дамып кетпейді. Әріп өзгерткеннен ештеңе өзгермейді. Ал енді қазақтар неше түрлі аргумент айтады, бір қисынсыз нәрселер айтады. Біз орыс әлемінен алшақтаймыз, біз Ресейге тәуелсіз бола бастаймыз, қазақ тілі дами бастайды, біз әлемге интеграция жасаймыз деп, бірақ оның бәрі қалай жүзеге асады? Біз әріп ауыстырғаннан ағылшын тілін үйреніп шығамыз ба? Өзіміз автоматты түрде үйреніп шығамыз ба? Қалай біз интеграция жасаймыз? Құр әріп ауыстырғаннан. Ағылшын тілі өздігінен біздің миымызға құйылмайды ғой. Біз әріп ауыстырғаннан Ресейдің телеарналары көрсетпей қоя ма? Әлде орыс тілді мектептер жабылып қала ма? Әлде Тоқаев отставкаға кете ме? Қалай біз орыс әлемінен алшақтаймыз? Сондай бір ешқандай қисынсыз сөздер. Бізге әріп ауыстырмас бұрын бірінші қазақ тілін қалпына келтіру керек. Таза қазақ тілін қалпына келтіру керек. Ол үлкен жұмыс, оған біраз уақыт керек. Ал біз қазір сол өзіміздің құнсыз алтын уақытымызды бір болмас нәрсеге жұмсап жатырмыз. Біз сол дұрыс қажетті тілдік реформаны қазір бастамай, қазір соның бәрін жүзеге асырмай, біз уақытымызды латын әліпбиіне ауыспау, өзгерту, өзгертпеу, әліпбидің анандай нұсқасы, мынандай нұсқасы деген түкке қажетсіз нәрсеге уақытымыз бен күшімізді жұмсап жатырмыз. Ал уақыт өтіп жатыр. Ал біз соған алданып жатырмыз. Немесе мынандай мысал келтіруге болады. Осыдан шамамен бір жарым жылдай бұрын, қыс мезгілінде естеріңізде болса, Ресейдің депутаттары, журналистері Қазақстанға тіл тигізе бастады ғой. Сол кезде біздің ауылдағы жігіттер атқа мініп ту ұстап шауып жүрді ғой. Сол кезде бүкіл халық соларға риза болып, біздің жігіттеріміз бар екен, енді біздің елімізді жау ала алмайды, біз ешкімге жерімізді бермейміз деп жүрді ғой. Қазақтар соған қуанып. Тура бір жыл өтті, Ресейдің әскері басып кірді, қазақты атып қырды, кетті. Сонда сол жігіттер қайда болды? Олар сол Ресей әскерін тоқтатты ма? Тоқтата алған жоқ. Қолдарынан келмейтін еді ол. Олай болса, не үшін олар солай атқа мініп шауып жүрді? Егер сен өзіңе сондай міндет алсаң, мен елімді қорғаймын деп атқа мініп сөйтіп жүрсең, онда міндетіңді атқар. Ал егер қолынан келмесе, ондай жауапкершілікті өз мойныңа арқалама. Бүйтіп көзбояушылық жасама, атпен ары бері шауып. Халық соған алданды, өйткені сондай бетінде жатқан сондай әдемі нәрсеге алданады да ылғи. Тура сол сияқты біз адамдарды да олардың түр әлпетіне қарап, шығу тегіне, ұлтына, олардың қоғамдағы дәрежесіне қарап, киген киіміне қарап, сөйлеген сөзіне қарап бағалаймыз. Бірақ ең басты нәрсеге біз мән бермейміз. Адамның ісіне қарамаймыз. Ол не істеді, қандай нәтиже көрсетті. Ең сондай басты, ең маңызды нәрсені біз елемейміз. Бірақ оның сыртындағы имидждік нәрсеге қатты көңіл бөлеміз. Соның кесірінен біз ылғи өтірікке алдана береміз. Қайта-қайта алданамыз. Бізде қоғамда әдемі сөйлейтін адамдар көп. Ақындар бар, айтыскерлер,
әншілер, журналистер, саясаткерлер, депутаттар, діни қызметкерлер, тағы да тағы сондай көп. Сөйлегенде мақалдап сөйлейтін, майын ағызып тұрып сөйлейтін адамдар бар. Халық соларды ұйып тыңдайды, оларға сенеді. Оларды кәдімгідей сыйлап, құрметтеп, олардың артынан еріп, оларға шын ниетімен сенім артады. Бірақ кейін сол адамдардың, енді бәрі деп айтпай ақ қойын, бірақ көбі, басым бөлігі сатқын болып шығады. Күтпеген сәтте пікірін 180 градусқа бұрып жібереді. Немесе билік адам болып шығады, немесе сатып кетеді. Ондай мысалдар енді көп, ондай басымызда талай рет ондайды өткіздік. Оның бәрі неден болады? Оның бәрі біз адамның ісіне емес, сөзіне сенгендіктен болады. Қазақ айтады ғой, күшіңе сенбе, ісіңе сен дейді. Адамның сөзі түгіл, оның күшіне де қарамау керек. Оның тек ісіне ғана қарау керек. Бірақ біз соны түсінбей жүрміз әлі күнге дейін. Осындай халықты алдап, өтірік арқылы сондай алдаған адамдардың ең сондай бір көрнекі, ең айқын мысалдарының бірі ол Назарбаев. Ол халықты қалай 30 жыл алдады? Сол әдемі сөздер арқылы. Өзінің саяси жолының басында 90 жылдары ол әдемі сөздер көп айтып жүрді. Ол қазақша көп сөйледі. Сол халық алданып қалды. Оған шын ниетімен сеніп, оны кәдімгідей көкке көтеріп, оны әулие қылды. Оның жеке басына табына бастады. Соны пайдаланып Назарбаев өзінің билігін шексіз деңгейге дейін көтеріп, күшейтіп, ойына келген істеді. 30 жыл халықты қанап, қудалап, қуғын сүргінге ұшыратып, ойына келген істеп қайраңдап жүрді. Сөйтіп жүріп, 30 жылда қазақ енді есін жиып көзін аша бастаған кезде кеш болды. Болды, уақыт өтіп кетті, енді ештеңе істей алмайсыз. Назарбаев кетті, бірақ оны халық өзі кетіре алған жоқ, шамасы жетпеді. Оны путлер алып тастады. Өйткені қазақ халқының өзінің шамасы жетпеді Назарбаевты алып тастауға. Енді осының бәрі мен не үшін айтып отырмын? Қазір біз тағы да сол қатеге ұрынып отырмыз. Біз енді Тоқаевтың өтірігіне алданып жүрміз. Ол да сөйлегенде әдемі сөйлейді. Біреу қағазға жазып береді мәтінді. Соны ежіктеп тұрып әрең дегенде оқиды. Тура мектепте оқушылар шығарма жазған сияқты. Мен бұрын таңғалатынмын, мен сыныптастарым қалай сондай әдемі шығарма жазады деп. Өздері сөйлеген кезде ылғи орысша сөйлеседі, қазақ тілінен күшті шығарма жазады, шедевр жазып келеді да үйден. Таңғалатынмын. Мен өзім шығармадан ылғи 2 алатын, дұрыс жаза алмайтын. Аналар ылғи 5 алады. Кейін ғана түсіне бастадым да, ата-анасы жазып берген. Бұл да сол сияқты. Біреу жазып береді, бір жазушылар, журналистер жазып береді, соны ежіктеп тұрып оқиды. Халық соған алданады. Әдемі сөздер айтады, бірақ ол сөздің 1 грамм салмағы жоқ. Ол сөздің ешқандай мән мағынасы жоқ. Бір бос уәделер, бос ұрандар, бос лозунгтар. Бізге бүйту керек деген сондай бос сөздер айтады да, ешқандай нақтылық жоқ. Бірақ халық соған алданады. Ал егер біз Тоқаевтың сөзі мен ісін салыстырсақ, қарама-қайшы. Ол іс жүзінде өзінің Назарбаевтан да асып кеткен жауыз екенін көрсетті. Бірақ соған қарамастан әлі де халықтың енді шамамен 4-тен 1, 3-тен 1, 25-30% Тоқаевқа сеніп жүр. Мен соған таңғаламын. Қалай сондай аңқау болуға болады? Тоқаев сан мәрте өзінің сатқын, өзінің ФСБ агенті екенін дәлелдеді. Ресейге қызмет етіп жүрген Ресейдің тыңшысы екенін дәлелдеді. Сан мәрте дәлелдеді, іспен дәлелдеді. Бірақ халық соны көрмейді. Оның сөзіне сеніп, соған алданып жүреді. Тура сол сияқты біз осыдан 3 жыл бұрын да алдандық. Президент сайлау кезінде бәрі Қосановқа алдады. Қосанов халықты қалай алдады? Оп-оңай алдады. Ол әдемі сөйледі, ол қазақша сөйледі, және ол халықтың көкейінде жүрген сөздерді айтты. Кейбір адамдар оған сенген жоқ. Сен билік адамсың деп айтты. Бірақ ол сонда оларға қарсы қандай уәж айтты? Жоқ, мен 20 жыл оппозицияда жүрген адаммын, мен апта сайын газетке билікті сынайтын бір мақала жазамын деді. Бірақ былай ойлап қарасақ, оның сол жазған мақалаларының бір пайдасы болды ма? Қазір газет оқитын адам жоқ. Саясатқа беріліп кеткен сондай фанатиктер болмаса, оның өзі үлкен кісілер. Бірен-саран сондай адамдар болмаса, ешкім газет оқымайды. Бәрі әлеуметтік желіде отырады, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok деген. Жастар, үлкен кісілер болса, көбіне теледидар қарайды. Ал теледидарда Қосановтың аты айтылып жүрді ме? Жоқ. Әлеуметтік желіде Қосанов деген адамды біреу танитын бе еді? Жоқ. Мен де 2019-ға дейін оның кім екенін білмейтін. Ал халық танымайтын болса, ол қайдағы оппозиционер? Егер ол шынайы билікке қарсы күресіп жүрген адам болса, оны халық танитын еді. Оны билік қудалайтын еді. Ол ел аузында жүрген адам болар еді. Осының өзінен ақ білуге болады ғой, оның оппозиционер емес екенін. Бірақ халық оның сөзіне алданып қалды. Сол газетке бір мақала жазам дегеніне. Содан кейін сайлау алдындағы кампания болған кезде, ол өзінің бағдарламасын айтқан кезде, халық соған сеніп қалды, алданып қалды. Неге? Өйткені ол елдің көкейінде жүрген сөздерді айтты. Бірінші, ол айтты, мен қазақ тілінің жағдайын жақсартамын деді, қазақ тілі мәртебесін көтеремін деді. Бітті. Халықтың дәл жүрегіне тиді. Халықты нокаутқа жіберді. Өйткені бұл ең өзекті мәселелердің бірі. Бірақ ең басты нәрсені айтқан жоқ. Ол айтқан уәдесін қалай орындайды? Ол қазақ тілін күшейту үшін нақты қандай амалдар орындайды, нақты қандай қадамдар жасайды. Ол туралы бір ауыз сөз айтқан жоқ.
Ол конституциядан орыс тілін алып тастай ма, әлде орыс тілді мектептерді жаба ма, әлде бұқар ақпарат құралдарының бәрін қазақ тіліне аудара ма? Ондай амалдар өте көп, оның жолдары көп. Соның біреуін де айтқан жоқ. Олай болса оның сөзінде ешқандай нақтылық болмаса, оған қалай сенуге болады? Сен одан ертең ешқандай есеп сұрай алмайсың. Өйткені ол ешқандай жоспар да құрған жоқ, оның жоспары жоқ. Қалай ондай адамға сенуге болады? Бірақ халық оған сенді, алданды. Одан кейін ол айтты: мен Қытайдағы қазақтардың мәселесін көтеремін деді. Тағы да дәл халықтың жүрегіне тиді. Өйткені 3 жыл бұрын бұл ел аузында жүрген мәселе болды. Бұл ең сондай бір қоғамда жиі талқыланып жүрген мәселелердің бірі болды. Қытайдағы концлагерлер. Бірақ ең басты нәрсе, ол концлагерден қазақтарды қалай шығаратынын айтқан жоқ. Ал ол оңай іс емес. Қытай алпауыт мемлекет, оған дұрыс әсер ете білу үшін мықты саясаткер болу керек. Оның жүзеге асыру үшін Қытайдың қандай әлсіз тұстары бар екенін білу керек. Оған қалай баса білу керек, қандай рычагтары бар, оны қалай қолдану керек. Қытаймен қалай саудаласуға болады, оған қандай тиімді ұсыныс жасауға болады. Қытайға қарсы қандай компромат жинауға болады. Бірде-бір сондай бір нақтылық болған жоқ та сөзінде. Жай соны айтты, болды. Ешқандай жоспар жоқ. Қалай оған сенуге болады? Ондай сөзді кез келген адам айта алады. Егер мен 10 жылдан кейін бокстан әлем чемпионы боламын деп айтсам, маған кім сенеді? Ешкім сенбейді. Ал егер мен өзім жоспарымды айтып берсем, мен бүгіннен бастап бокс секциясына қатысам, осындай бапкерге барам, күніне осынша сағат осындай жаттығуларды орындаймын, жылына осынша жекпе-жек өткіземін, содан кейін мынандай чемпионға қарсы шығамын, мынандай чемпионға қарсы шығамын деп нақты жоспарымды айтсам, бұл сөздің кішкене жаны пайда болады да, оның салмағы болады. Мен ең құрғанда уәдемді орындамасам да, сол бағытта жұмыс істеймін. Бұл жоспарды мен енді соңына дейін жеткізбесем де, әйтеуір оны бастаймын, оны орындаймын. Ең басты сол емес пе? Кішкене нақтылық бар да мұнда. Және мен бұл уәдемді орындағаннан кейін, мен жоспарымды айтқаннан кейін, халық менен есеп сұрай алады. Осынша уақыт өтті, сен айтқан сөзің несін, сен қай қадамдарын орындадың, қай жоспарыңды орындадың деген есеп сұрай алады да. Ал нақты жоспар болмаса, онда ешқандай есеп те сұрай алмайсың. Осындай қарапайым нәрсені біз сол кезде түсінген жоқпыз. Содан кейін ол тағы мынандай нәрсе айтты: біз Еуропаға қарай бет бұрамыз деді ме, сондай соған ұқсас бір сөз айтты. Бірақ бұл сөз не білдіреді? Еуропаға бет бұрамыз деген не? Мысалы, мен қазір былай батысқа қарап отырсам, міне мен батысқа бұрылдым. Сол ма Еуропаға бет бұрамыз деген? Әлде ол не білдіреді? Әлде біз гей-парад өткіземіз бе? Әлде бір жыныстық қатынасты заңдастырамыз ба? Әлде ата-аналардың құқықтарын шектеп, балаларды күштеп тартып аламыз ба? Не ол Еуропаға бет бұрамыз деген? Ештеңе түсініксіз. Бірақ қазақ оған алданып қалды. Неге? Өйткені қазақ Еуропаны жақсы көреді. Қазіргі қазақтар батыс әлеміне, Еуропаға, Америкаға кәдімгідей табынады. Соны бір идеал көреді да, Еуропаны өте жақсы көреді. Сондықтан ол сөзді айтып еді, бітті, қазақтар соған сеніп алданып қалды. Ал былай ойлап қарасақ, оның берген уәдесінің бәрі бос сөз. Ешқандай нақтылық жоқ. Олай болса, оған қалай сенуге болады? Бірақ халық оны ойлаған жоқ. Оның әдемі сөзіне алданып қалды. Және ол қазақша сөйлегесін, соған да халық алданды. Бізде қоғамда тағы бір стереотип бар. Егер әлдекім қазақша сөйлемесе, ол сатқын, ол халық жауы, ол адамға сенуге болмайды деген. Мен бұл пікірге толық 100% келісе алмаймын. Жартылай ғана келісемін. Неге екенін келесі жолы айтып беремін. Сондықтан арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.